Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов өмірден өтті. Асанәлі Әшімов Қазақстан мен одақтас елдер сахнасы мен киносының аса көрнекті ірі өнер қайраткері, актер, режиссер, педагог және профессор. Ол қазақ және КСР-ның халық артисі, көптеген марапаттардың иегері және қазақ өнерінің дамуына зор үлес қосқан тұлға. Асанәлі Әшімов 8 мамыр 1937 жылы Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жайылма ауылында дүниеге келген. 2025 жылы 21 желтоқсанда 88 жасында өмірден озды. Мамандығы актер, театр және кино режиссері, сценарист, педагог, профессор. Шығармашылық жолы. Асанәлі Әшімов 1961 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының театр факультетін бітіріп, Қазақфильм киностудиясында актер болып жұмысқа қабылданды. Кейін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері әрі режиссері болды. Ол кино мен театрда көптеген есте қаларлық рөлдерді сомдап, қазақ кино өнерінің классигіне айналды. Оның фильмі мен спектакльдері көрермен жүрегінен орын алды. Өмірдегі табыстары мен марапаттары. Қазақ КСР халық артисі 1976 жылы, КСР халық артисі 1980 жылы, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты 1973 жылы және КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты 1974 жылы. Қазақстанның еңбек ері атағы берілген 2017 жылы. Сонымен қатар отан, құрмет, парасат сияқты ордендер мен басқа да жоғары мемлекеттік марапаттарға ие педагог және ұстаз. Әшімов театр өнерінің ұстазы ретінде де танымал. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында профессор ретінде сабақ берген. Кино мен театрдағы рөлдері. Ол кино мен театрда оңдаған маңызды рөлдерді сомдаған. Оның ең әйгілі рөлдерінің ішінде Қыз жібек фильміндегі Бекежан рөлі, Атаманның ақыры және Транссібір экспресі сынды картиналардағы рөлдері бар. Жеке өмірі. Әшімов бірнеше рет үйленген. Оның алғашқы әйелдері актриса Майра Айманова 35 жыл бірге болды және басқа да некелерден ұл мен қыз балалар болған. Өкінішке орай оның алғашқы екі ұлы Мәди мен Сағи ерте өмірден озған. Мұрасы. Асанәлі Әшімов қазақ мәдениетіне сіңірген еңбегі үшін ұлттық деңгейде аса құрметтелген тұлға болды. Оған арналған құрмет наградалары, түрлі фестивальдер мен сыйлықтар бар. Тіпті кейбір марапаттар оның құрметіне аталған.